Ассалаумағалейкум қазақтарым. Бізде көптеген надан ақмақ қазақтар шетелге демалуға барған кезде түк көрмегендей креветка заказ береді ресторан, кафелерде. Содан кейін креветканы ішіндегі боғыменен, паразиттермен, құрттармен, личинкалармен қоса жеп демалып қайтудың орнына қайтқан кезде іштеріне паразиттер толтырып алып қайтады. Сондықтан да тазаланбаған креветканы жеуге болмайды, жемеңдер. Тек қана тазаланған креветканы алып жеңдер. Егер креветка жеген келіп бара жатса, осы үйде де жеуге болады. Осы жақта Алматыда біз 1 килограммын 5 мың теңгеден сатып алып жейміз өзіміз үйде тазартып.